Думан Рамазан, соңғы дем. Нұрбек көрер таңды көзімен атырды. Терезенің сынығынан аңқылдаған салқын желден үй іші азынап тұр. Суықтан бой тітіркеніп көріп астында бүрісе түседі. Шырмауықтай шырмаған ауыр ойдан арылар емес. Басы мең-зең. Төрде жатқан әйел мен қыздары алаңсыз ұйқы құшағында. Нұрбек олардың ысырылып қалған көрпесін жапқысы келіп, басын көтеруі мұң екен, тұла бойы дуылдап қоя берді. Ой, жаным-ай, Құдай-ау, мұнша сорлататындай не жазып едім? Күйеуінің қинала шыққан даусынан оянып кеткен Гүлжан орнынан сылбыр көтеріліп жанына жақындады. Ту, әбден мазаң қашты-ау. Дызылдатып әкетіп барады. Жараның аузын ашып тырналай бермесеңші. Жаным көзіме көрініп жатса, қайттейсің енді деп Нұрбек тістенеді. Кәне, мен ептеп сипап көрейінші. Жоқ, өзім ақ. Анар мен Жанардың үстін жапшы, салқын тиіп қалмасын. Түні бойы бұларға да ұйқы бермей, мазаларын алдым-ау. Басқа бөлмеге жатыңдар десем көнбейсіңдер. Ауруым жұғады ма деп қорқама, маңайлатпайды. Арыстай азаматым-ай, ай, өмір-ай, бүріс болып бүрісіп жатқанын қарашы. Көмейіне өксік тығылған Гүлжан теріс айналды. Балаларының көрпесін қымтап, киіне бастады. Нүке, мен сиыр сауып келейін. Шелегім білегіне іле салып сыртқа шықты. Күн әлі ұясынан көтеріле қоймаған кез. Аспан жүзін ақша бұлт торлап, төңіректі тұман тұмшалап келеді. Маңайдағы тал теректердің сарғыш тартқан жапырақтары жыландай ысылдап, суық желге қосыла үлдейді. Гүлжан сиырын сауып, табынға қосты. Ошаққа тезек қалап жүрген қаншайым қарияны көріп қасына келді. Есенсіз бе әжей? Шүкіршілік қарағым, өзі үйшің аман ба? Нұрбек баламның денсаулығы жақсы ма? Бара алмай ұятты болып жүрмін шырағым. Күйбең тірлікпен күннің қалай атып, қалай батқанын білмей қаласың. Бір жағынан немереміз ауырып, берекемізді қашырып жіберді. Түні бойы жағы сенбей шырылдап жылай береді. Күні құрғырда бұзылып тұр ғой. Салқын тиіп қалған болар, деді Гүлжан қарияның сөзін қостаған болып. Жоға, Құдай, ол ауырғалы қашан? Бөбешігі екі айырылып, танауының тесігі таңдайынан шығып, жарымжан болып туды ғой байғұс бала. Аузымен ғана демалады. Кейде ауа жетпей қалама әйтеуір, біреу буындырып жатқандай тыпырлап қызара ісініп кетеді, деді қартана, жанарына іркілген жасты жаулығының ұшымен сүртіп. Адам болама, болмай ма білмеймін. Осының бәрі ай сайын жер дүниені сілкінтіп жатқан жарылыстардың әсері ғой. Жарқыным, Мәдидің қызы биыл 7-ге шықты дегенге кім иланады? Әлі тұсауын кеспеген сәби секілді. Былқ-сылқ етіп жүре алмайды. Атым емес, ақыр заман болды ғой бізге. Нұрбектің де дерті содан болды ғой деп ойлаймын. Ана жылы шөпшілер бригадасында істегенде дегелеңнің маңынан шөп шапқан еді. Ыстықтаған соң салқындап алайын деп кішкене көлге шомылтты. Содан ертеңінде жауырын тұсына кішкене жара шығып, іріңдей бастады. Дәрігерге барып көрінсеңші дегеніме құлақ асты ма? Қазір науқан кезі, онсыз да жұмыс бастан асады. Болмашы нәрсе ғой, ештең етпес деп елемеді ғой. Ал жара күннен күнге ұлғайып, қыс түсе Нұрбектің өне бойына түгел қаптады. Сонан қаралмаған дәрігер жоқ, ешқандай ем қонбады. Уақыт өткен сайын аяқ қолы семіп, қозғалудың өзі күшке айналып барады. Шашы жидіп түсті. Бір қабат терісі қураған теректің қабығы секілді қабыршақтанып тұр, деді Гүлжан көзіне жас алып. Улы жыланның басын қайнатып ішкіздіңдер ме? Мына тұрған ақ бұлақта біреу осылай ауырған екен, содан жазылыпты ғой. Әжей, жыланды кім тауып әкеледі? Жатқанға жан жумас дегендей, бізді адам санатына қосып елеп ескеретін пенде бар ма бұл күнде? Тек құлын тайдай тепсіп телескен құрдастары ғана көңілін сұрап, қарайласып тұратын. Азнаулақ малдың жылдағы жем-шөбі де солардың мойын, деді. Биыл өзіңіз білесіз, әлгі қанат ауырмай сырғамай асылып өлді. Серік кенеттен жабысқан қылтамақтан қайтыс болды. Ал жайсаң Жетісу бойына қоныс аударды. Енді жем-шөпті түсіруде қияметке айналды. Сау жүргенде еркектің қадірін білмейді екенбіз ғой. Қарағым, қиналсаң бастыққа барсаңшы, жұмысшыларына жем-шөп түсіріп беруге міндетті емес пе? Қайдам, бүгін бе, ертең бе,
төбесі ортасына түскелі тұрған үйіміздің сықпыты мынау. Жөні түзу баспана сұрағалы қашан, берсе бермей ме, сол бастығыңыз осының бәрін білмей отыр дейсіз бе? Ойбой, құдай-ай, әңгімемен тұрып қалыппыз ғой қызым. Міне, шай да қайнады, үйге кіріп дәмеуіздей қарағым. Рахмет әжей, Нұрбектің тамағын берейін. Бір құшақ отын ала кірген Гүлжан пешке от жақты. Бөлмелерді жиыстырып Нұрбектің жанына келді. Қолына су құйып, сүлгі ұсынды. Ол шүңірейген көздерін ашып жұмып қинала ыңқылдап жатыр. Бір уақытта еріндерін жиыра түсіп, жылы сүт бар ма деді ыңырана. Бар, қазір. Әйелі үлкен тостағанды толтыра сүт әкеліп берді. Түннен қалған етті де ысыттым. Гүлжан, деді даусы дірілдеп. Төсекке таңылып жатқаныма 3 жылға айналып барады. Жаман айтпай жақсы жоқ. Бұл дерттен құлан таза айығып қатарға қосылуым екіталай шығар. Осы бір аяқ астынан жабысқан ауру болмаса, саған табыстырған тағдырға өкпем жоқ. Артымда қалып бара жатқан анарым мен жанарымды қатарларынан кем қылмай өсіргейсің. Қос қара шығымды адам санатына қосу өзіңе аманат. Нұрбек қатты демігіп сөзін аяқтай алмады. Гүлжан іштей егіліп тұрса да, еріне сездіргісі келмеді. Үн-түнсіз бұрылып кетті. Қаншайым әжей дұрыс айтады, деді іштей. Бұл совхозға Нұрбектің де еңбегі сіңді ғой. Директорда адам баласы ғой. Жағдайымды айтсам түсінер. Осы ойдың қамшылауымен кеңсеге қарай жүрді. Сәлеметсіз бе деп кіріп келген Гүлжанға көзінің астымен сүзе қарап, жай келдің бе, деді. Аға, жалғыз сиырға жем-шөп керек еді. Қисайып кеткен галстугын дұрыстаған директор кеудесін кере шалқая түсті. Көмектесе алмаймыз. Биыл жауын жаумай, құрғақшылық болғанын өзің де білесің. Аға, Нұрбектің жайы өзіңізге мәлім ғой. Амалсыздан келіп тұрмын. Ай, мынау не деген сөз қойатын адамсың? Шөпті сендер түгіл, совхоздың малына да жинай алмай жатырмыз. Салғыласып тұра бергенмен ештеңе өнбесін сезген Гүлжан кері бұрылды. Дәрігерлер Нұрбекке ақты көбірек ішсін дейді. Қасқа сиыр аштан өлсе, сүтті қайдан алмақпыз, деді өзіне өзі. Жақын маңда екеуміздің емешесі үзілер ағайынымыз жоқ. Құдай-ау, мұнша сорлататындай не жазып едік? Ашу зағысты. Жанарына жас тығылды. Қой, бұл тұрымды Нұрбек көрсе, жасып, басқаша жорып қалар. Ол арқандап қойған бұзауына қарайлай кетейін деген оймен ауыл іргесіндегі өзенге қарай беттеді. Айналадағы шөп сарғайып қурай бастаған. Ойы он сақта, өзен жағасымен ілби басып келе жатқан Гүлжан су бетінде қалқып жүрген өлі шабақтарды көргенде әрі-сәрі күйге түсті. Қайран, шаған, бір кездері көздің жауын алатындай мөлдіреп, арнасына сыймай буырқанып жататын арынды өзен емес пе едің? Кенет қатты жел тұрды. Аспанды қара қошқыл бұлттар қаптап, жаңбыр себезгілей бастады. Гүлжан ауылға тақай бергенде, әлденені шоқып жатқан 3 құзғынды көзі шалды. Жақындағанда олар дүркірей көкке көтеріліп, жерде жүні жұлмаланып, шек-қарны ақтарылған ақ көгершін жатты. Үсті басы суға малшынған Гүлжан үйіне кіргенде, күйеуі жамылғысын умаждай қысқан бойы бүктісіп жатыр еді. Нүке, деді ол ақырын ғана. Дыбыс жоқ. Нұрбек, деді даусын көтере. Үн жоқ. Түні бойы ұйықтай алмап еді. Көзілінген ғой десе де 2-3 тұла оймен келіп, жүзіне үңілгенде, өңі аппақ қудай болып, көздері шарасынан шыға бақырайып жатқанын көріп, шынымен ақ тастап кеткенің бе, деп жансыз денені құшақтай жығылды. Зарлы дауыстан шошып оянған 2 қыз қапелімде не болғанын ұқпай үрпейісіп отырды да, бар жетіп бақырып қоя берді. Ұясы бұзылған балапандардай шырқыраған сәбилердің аш-шайғайынан алакөлеңке бөлме іші күңіреніп кетті. Думан Рамазан. Оқыған Сұңғат Ғазиз.